Сәлем достар, сізбен бірге мен Диана каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен өте қызды видео түсіретін боламын. Және видеомның аты мен осы Токабокадан Енишка сериясының 2 сезонының 5 бөліміне пародия жасайтын боламын. Және видео өте қызды болатынын ойлаймын. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызға осылай тезірек бастайық. Ұрмайсың ба, теппейсің ба, шашына жұлмайсың ба, бетіне тырнап алмайсың ба хотя бы. Осы бойдақ кезде болады ғой, бір қыздармен сөзге келіспей қалатын. Сол кезде төбелесіп, шашынан жұлып, андай ұрып ұртысың. Сонда сенде ондай болмаған ба вообще? Жоқ, болмаған. Мен осы ауылдың бүкіл келіндерін қолымда ұстаймын. Солай осы уақытқа дейін ұстағам. Зүлпәнді талай мамалатқам, даже апалатқам мен. Ал сен отырсың мына іште, какой-то Зүлпәнің киімінен таяқ жеп, көзін көгеріп. Позор болды бүкіл ауылға. Сен не істеп жүрсің, не қарап жүрсің сен? Екеуің итпен мысықтар төбелесіп, деп отыра бермей, ажытпайсың ба екеуің? Ұятсыздар, бүкіл ауылға мәлім болдыңдар ғой. Осы сендер адам болам дегенше ада болып тынатын шығармыз. Болып бұдан кейін ешқай да бармайсыңдар. Омалып отырасыңдар үйде балаға қарап. Мен көгертпеген кезде Аруханның әйелі көгертеді деп кім ойлаған, Көше. Хей, көзіңе дақ түссе де, көңіліңе дақ түссе. Қалай, нормаль ма, көзің ауыртқан жоқ па? Бұдан бұлай вообще Аруханмен араласпайық қойшы, жалпы мүлде араласпайық та қойшы. Құмашы, сен таяқ жеп қалып деп араласпай кетем ба? Кеттім мен онда рибалға. Амин. Мен сіне бұндайды вообще күтпедім. Мама, мен енді әдестеген жоқ. Өзі ғой бірінші бастап сізбен жеп қойған мені. Молодец, әкел бізді. Қалай ұрғашсың, бір соң картеге ма бірнесеге қатысқан сияқтысың ғой сен, мама, мен қанша жылдан бері бекерге картеге қатыспаған шығармын. Қорқу керек екен ғой сенен. Не ғой, бұл менің арманым еді ғой. Прям рахаттанып отырмын бар ғой. Ананың көзін көрінбеуден прям дәу болып өсіп кеткен ғой. Гүлжаннан талай жыр аламай жүрген ақым еді ғой, бұл менің через келіннің арқылы ақымды алып алдым ғой. Енді общем өтеміз. Қазір барамыз. Одан кейін мен Гүлжанның, сен Айдананың плотна басына. Түсініп тұрсың ғой, общемда бұл кеттік, барып қайтайық. Бұдан да кеттік жүр. Алло, достым, қандайсың? Қаралау ғой, өзің ше? Вай, кеше не өп кетті? Ой, өздерінің тіршілігі ғой. Постоянно сондай ғой. Бір идея болып тұр ғой. Қандай? Балыққа бар қайтпадық па бір? Зор ғой, анау зор. Кәуіна мен тесес қармағымда ұшқайын. Тесес. Сәл оңға қарай. Дәмі жауырыныма көз тиген ау деймін. Гүлжан! Қалайсыңдар? Жақсы. Жүріпсіңдер, келіңдер. Мына менің келінім. Енді келінім демеймін ғой, қызым ғой. Енді мына сенің келініңді ұрып жіберіпті. Яғни таяқ жеген да? Соған кешірім сұрай келгенбіз. Ал біздің келін таяқ жеген жоқ. Просто сенің келініңді аяғанда осы ауылға жаңа түскен келін болғандықтан. Наоборот, мен келінім сенің келініңді сыйлаған. А то
Мен келінім, сен келініңді бір-екі рет ұрса, құлайтын еді ғой нокаут. Әлсіз ғой мына сенің келінің. Әлсіз бе? Онда давайте біз келіндерімізді жарыстырайық. Тағы төбелестік деп тұрсың ба? Тағы да бір-екі рет тұрса құлайды ғой мынау. Біз төбелестірмейміз. Не істейміз? Ал мына өмірге келіндердің келген міндеті қандай, мақсаты қандай, сол бойынша жарыстырамыз. Мысалы, тамақ істеу, қамыр илеу, сәлем салу, баланы жұбату, есік алдын тазарту. Онда бір жақтарда Хайп пен Арухан шықсын. Үй жұмысын өлтіреді олар жабылып. Сен тек болып қағасың ба Сүлпан? Қайып сенің күйеуің ғой? Біз мына келініңді айтып жатырмын. Мына екі келінді ше? Мына екеуін айтып тұрсың ба? Иә. Болыпты мына екеуіне. Қайсысы қазылық етеді? Мен қазылық етем. Мен сені тақияңа тармын ба не? Сен соғып өзің келініңді бұрып жібересің ғой, менің келін ұтылып қалады ғой. Давай мен болайын, мына мен. Ал сен бұрмайсың ба не? Бұрмайым, түзу өтем. Былай бұрмайым ғой, тек қана түзу өтем. Тізесі шығып кеткен. Приколдарыңды айтпашы Шүлпан. Давайте бүйтейік. Осы ауылдың ең мықты қалдырар арқасын шақырайық. Мысалға, Күнәпше. Деп қойсың ғой. Жай? Қорқпаш, күнде өтіп жүрген көпірім ғой, сынбай. Аударылатпайық. Тамыр, осы жерден алаймыз балықты. Сен қуасың ба? Бұл жер ағын су ғой, бұл жақта балық бар ма өзі? Осы новичоктар істесіңдер ғой осы. Сендер наоборот қателесесіңдер. Сендер ағынға дейін жүресіңдер өйтіп. Күтсеңдер ше. Ағын су ғой бұл. Жүгіріп кетіп бара жатқан балықтарды фук кетіп алып аламыз да? Жүгіріп кетіп бара жатқан кезде атып аламыз десе. Бүгін ерекше сайыс. Келіндер сайысы. Біздің ауылдың келіндері қаншалықты мықты, соны байқайтын боламыз. Әрине келіндерімізге қазылық ететін осы ауылдың еңбек сіңген енесі. 36 бірдей келіннің басына орамал жауып, батасын беріп, бетін ашқан Күнәпше. Ол мен. Ал енді сайысымыздың шарттарымен таныс болыңыздар. Ең бірінші сайысымыз сәлем салу. Келіндеріміз қаншалықты еңкейеді, қаншалықты енеді, соны тексеретін боламыз. Ал кезекті екінші сайысымыз бала жұбату. Ол кез келген келіннің міндеті. Ал үшінші және ең соңғы сайысымыз ол ет асу. Етті қалай асамыз? Тұзын қанша қыламыз? Сорпасының дәмі қандай? Оған не кіреді? Оны қандай? Оны немен иледің? Картошкасы қандай? Сәбізі қандай? Пияз қандай? Соның барлығын тексеретін боламын. Ал ендеше ойынымызды бастаймыз. Кеше әйелдеріміз қырылып біртүрлі болып қалды. Несі біртүрлі? Олар өздері сондай ғой, бір-біріне сәл ұнамай қалса бет жұлысып, шаш жұлысып, төбелесіп кетеді ғой. Бірақ түсінбейсің әйелдер. Бірақ мен әйелім кеше сенің әйеліңді алып қойды. Дұрыс қой? Просто менің әйелім конфетнаядан қорқады ол. Нәзік қой ол. Она добрая, она бодрая. Слабый деп қойсай. Сен келін жас қой, дұрыс қой. Сәл еркек шалалау ма? Еркек шалалау болса да жақсы төбелесі де. Молодец, риза болдым.
Бірақ кеше қорқып қалдым кешегіден енді. Абайла. Қоя берші енді. Сәл балық түспей кетті ма? Мен бағанадан бері немен айналысып отқанымды көрген жоқсың ба? Қор, үстіп қармақты қойып қойғанда ешнәрсе болмайды ғой. Кішкене балықты жіптерін өткізіп, андай балықтың аузын істеп, тұқатын қойып, сөйтпейсің ба? Ой, айтпайсың ба? Сұрасаңдаршы, білмейтін болсаңдар, сұрамайсыңдар ғой сендер. Кеп ал, балық түспей кетті ма дейді ғой түкістемей. Енді жеп көрейін етінен. Қалай екен, дәмді ме екен? Айтып от. Мен айтып отырмын ғой, мен келінім күш жасайды, ой, зор жасайды ол деген. Енді мына етінен жеп көрейін. Онша емес па? Нормально. Күнәпше, скорый шақыр. Кетіп қалды. Балық түспей кетті ма? Ойлаш, қараш, осының судың ішінен алтын балық ұстап алып, 3 тілегіңді тіле десе, не тілер едің? Ой, мен жоспарлап қойғам ғой. Любой адам ойлайды ғой, мысалға алтын балық алсам, естейм, тілегім қандай деп любой адам ойлайды ғой. Ал, не тілер едің ал 3 тілегің? Ең бірінші мен үлкен бір күшті бір үй алатын едім. Ал екінші бір мощный машина алатын едім. Ал үшінші осы екеуі келеді ғой. Одан кейін мақты трейдинг болып кетсем ба деп отырмын. Ана трейдинг саласымен айналысып, өзімді дамытып, сөйтсем ба деп отырмын. Жемеймін мұнаны. Қайып жешінді. Сені бір күшті дәмәжірді деп естідім бұл. Бір күшті ғып дәмәжірді береді екенсің ғой, сен, күшті ажырды екенсің ғой сен. Ой, мақыл енді, жейін мұна. Қамырынан жейін, енді қамырынан. Бірінші жей мұнан енді. Нормально қамыры. Нормально енді. Енді мұнан қамырын жеп қойшы, мұнан қамырын. Мақыл жейін. Қалай екен? Қалай екен? Қандай бұпты? Түк аузым дәм сезбей атып жатқан. Түк ажыратамайды. Ой, кетші. Кетші. Сен бір дәм ажыратама десе? Түк ажыратпай саған болып бір қамырымыз құрттық. Мұнан бізге точно табу керек бар ғой, шешім. Лучше екеуміз біріміздің жеп көрейік. Мен мынаны жейін онда, сен қосып өзің келініңді сен ұтқызып жібересің ғой. Лучше екеуміз біріміздің жейік. Неге екеуміз біріміздің? Сонда екеумізді көреміз де кімдікі жақсы екен. Мақыл онда екеуміз жейік бір-біріміздің. Кәне онда екеуміз де мен етінен жейін. Мен де етінен жейінші. Нормально. Мама. Қиналмай түсірші аяғыңды. Суға тиіп кетеді, бат кетем. Мен сенікінен ұзын ғой, батпайды. Мақыл, батпайды екен ғой. Досым, мен сені ойлап ем. Үйленбей кетем деп. Өмір бақи ешекпен жүрем деп ойлап ем мен сені.
үйленбей қалама деп қорқып едім. Ой, сен досым, сен қорқа бермей кішкене менен бір ауыз сөз сұрамайсың ба? Сен сондай адамсың ба деп қорқа бермей. Бірақ досым, мен сонда да саған ренжіп қалғам. Ойбай, неге? Сен маған айтпайсың ба үйленгенің қандай рахат екен? Қазір үйленіп алып жатырмын рахаттанып, салып қойып. Нені деген емес, төсекті де бұрын жерге жататын ем. Кәйін төсек салып береді. Сода жатам ғой. Досым, қазір әйелдерімізге барып татуластырайық соларды. Қатты қайта айтып татуласса жіберек. Әйтпесе олар татуласпайды. Біз дос болып жүргенде қалай ұрсады олар? Татуластырып жіберек та. Кеттік онда. Не болса шайқалып? Сен сияқты система салып құтылып келіп салу керек етші. Ана укол салып тұрдың орнына. Ана жаққа барма. Жаман болып жатыр. Осы неге қайып улан батыр десе де? Ол үнемі 100 грамм жүреді ғой. Или оған ударма да ол бессмертный кощей. Оған вообще удармайды. Білесің бә, біз екеуміз ет жедік қой. Ал ол қамыр жеді қайып. Алдында естігем осы еттерге укол салып деген. Сол еттерден болды ау деймін. Білесің мана күләпшеде ет жебеді ғой. Ол кәні? Ол тәуір бопты ма? Тәуір бопты. Тәуір боп қапты ғой. Менен кейін бөлмеде жатыр ғой. Масқала боп қала жасадық қой. Біреудің өмірін құртып. Тыныш сол бір жеріміз қысып отыра беру керек еді ғой. Одан да келіндерімізге ақыл айтып, ұрыспаңдар, татуласыңдар керісінше деп айтудың орнына бір-бірімізді келіндерімізді шақыстырып, жарыстырып, тентек болып қалғанбыз ба? Бір-біріміздің артымыздан қуып келе жатқан келіндерімізді жарыстырып, шақыстырып, тентек болып қалғанбыз ба? Қуамыз ба? Бір жүнді болып қалғанбыз ба? Енді отырысымыз қара, біреуіміз системада, біреуіміз ана бөлмеде. Не үшін келдіңдер? Тамаға келдік. Бұл жерде жатпаймыз ғой, қазір шығамыз ғой. Қазір уже шығамыз бір сағатта. Ал мақыл, қандай тамаға келдіңдер, алал? Қандай тамаға келдіңдер? Нарын? Сендер қуасыңдар ма? Маған уланып қалған қамырды турап нарынға келдіңдер ма? Жоқ, Түк, кафеден сатып алдық қой. Онда оны қоясаңдар. Не қылыңдар? Қазір сыртта күте тұрыңдар. Канал системасы бітсін, сосын шығамыз ғой. Болыпты онда. Достар, осымен видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де мені қолдап, тіркеліп, лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақытта қандай видео түсірейін, соны да міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал егер де осы менің Инешка сериясының 2 сезонының 5 сериясына түсірген пародиям сіздерге ұнады ма? Соны да міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де ары қарай пародия түсіруді жалғастырайын ба, или тоқтатып өзім бұрынғы Токабокадан өзім оймен құрастырып түсіріп жүрген серияларымды жалғастыра берейін ба. Соны да міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше сау болыңыздар.